Семей қаласы Төлеубай Аманов атындағы номер 16 орта білім беретін мектептің оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт жобасы шеңберінде өтіп жатқан кітап пирамидасы эстафетасын мектептің алғашқы әскери даярлық пәнінің мұғалімі Екпін Мұратұлынан қабыл алдым. Осы жоба аясында Абай кітапханасының кітап қорын мынандай шығармалармен толықтырғым келеді. Қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың лирикалық өлеңдер мен поэмалар жыр жинағы. Бұл жинаққа ақынның бұрынғы баспаларында жарық көрмеген, кейіннен табылған жырлары да енгізілген. Екінші кезекте ұсынатыным аса көрнекті жазушылардың бірі Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романы. Бұл романда ел басқару дәрежесіне дейін жеткен қарапайым қазақ әйелінің тағдыры суреттелген. Келесі кезекте сіздерге ұсынғым келгені Мұхтар Әуезовтің 30-шы жылдарда жарық көрген әңгімелері мен повестерінің жинағы. Бұл жинаққа жазушының Көксерек, Жетім, Қараш-Қараш оқиғасы, Қорғансыздың күні, Қилы заман тәрізді әртүрлі әңгімелері енгізілген. Кітап ақылына ақы сұрамайтын асыл қазына дейді. Ендеше осы асыл қазынамызды одан әрмен молайтып, толықтыра түсу мақсатында осы эстафетаны мектептің орыс тілі пәнінің мұғалімі Дамира Мадриковнаға және де 7-ші А сыныбының ата-анасы Рахимбаева Жанарға жолдағым келеді.